Сәлем достар, баршаңызға қайырлы күн болсын. Бүгін сіздерге мен жеке кәсіпкерлер мен, яғни заңды тұлғаларға арналған ескерту бойынша айтатын боламын. Сіздер егер жеке кәсіпкерлігіңіз байқаусызда ашылып, немесе өзіңіз ашып жұмыс жасамай тұрсаңыз, бүгінгі таңда бұл ИП-ні жабуға тырысуыңыз керек. Яғни 2023 жылдың бұл 31 декабрі, яғни желтоқсанға дейін сіздер жауып үлгерулеріңіз керек. Егер жауып үлгермеген жағдайда 1 қаңтардан бастап 2024 жылы сіздер 250-ші салық декларациясын тапсыратын боласыздар. Бұл салық декларациясы өзіңіз үшін ғана емес, сондай-ақ жұбайыңыз үшін де тапсыратын боласыздар. Ал 2025 жылдан бастап 270-ші салық декларациясы қосылады. Бұл мүлік салығы бойынша. Ал егерде сіздер уақытылы тапсырмаған, бұл салық декларациясын уақытылы тапсырмасаңыздар, 15 айлық есептік көрсеткіште сіздерге 15 МРП штраф салынатын болады. Бұл сол жылдың көрсеткішіне қарай есептелетін болады. Егерде байқаусызда ашылып кеткен ИП-ларыңыз болса, 15 жұмыс күні ішінде мен жауып беретін боламын. Заңды түрде 15 жұмыс күні ішінде жабылады. Үлгеріп қалыңыздар. Менің ақпаратым пайдалы болса, менің каналыма тіркеліп, қолдау білдіріп, лайк басып қойсаңыз болады. Баршаңызға сәттілік тілеймін.